Тақырыбы: бойды қалай өсіруге болады? Аласалықтың себептері және шешімдері. Кіріспе? Сәлем, достар. Бүгін біз көпшілікті мазалайтын сұрақты талқылаймыз. Неліктен бойым өспей қалды? Және оны өсіру мүмкін бе? Егер сіз өз бойыңызды ұлғайтудың табиғи жолдарын іздесеңіз, немесе осы тақырыпта көбірек білгіңіз келсе, бұл видео сіз үшін. 1. Аласалықтың негізгі себептері. 1. Генетика. Бой ұзындығының 60-80 ата-ананың геніне байланысты. Егер ата-анаңыздың бойы аласа болса, сіздің де бойыңыз сондай болуы мүмкін. 2. Гормондардың әсері. Өсу гормонының жеткіліксіздігі бойдың өсуін тежейді. Бұл мәселе көбінесе дұрыс тамақтанбаумен немесе эндокриндік аурулармен байланысты. 3. Дұрыс тамақтанбау. Балалық және жасөспірім кезеңінде жеткілікті дәрумендер мен минералдар алмасаңыз, бұл өсу процесіне кері әсерін тигізеді. 4. Дұрыс ұйықтамау. Өсу гормоны ұйқы кезінде белсенді түрде бөлінеді. Ұйқының жетіспеушілігі бой өсуін тоқтатуы мүмкін. 5. Экология және өмір салты. Зиянды әдеттер, мысалы, темекі шегу мен алкогольді тұтыну, өсу процесін баяулатады. 2. Бойды өсірудің табиғи жолдары. 1. Дұрыс тамақтану. Рационға ақуызға бай тағамдарды қосыңыз: жұмыртқа, тауық еті, балық. Кальцийге бай өнімдер қолданыңыз: сүт, йогурт, ірімшік. Дәрумендер мен минералдарға назар аударыңыз, әсіресе дәрумені мен мырыш қажет. 2. Дене жаттығулары. Тарту жаттығулары, турникке тартылу. Йога және омыртқаға арналған созылу жаттығулары. Баскетбол, волейбол сияқты спорт түрлерімен айналысу. 3. Ұйқы тәртібін сақтау. Кем дегенде 7-9 сағат ұйықтаңыз. Ұйқы алдында телефон мен басқа гаджеттерді қолданбаңыз. 4. Зиянды әдеттерден бас тарту. Темекі мен алкоголь өсу гормонына теріс әсер етеді. 3. Бой өсіру туралы мифтер. Кейбіреулер арнайы таблеткалар немесе өсу гормоны инъекциялары арқылы бойды ұлғайтуға болатынын айтады. Бұл қате пікір. Табиғи әдістер әрдайым қауіпсіз және тиімдірек. Қорытынды. Есіңізде болсын, бой адамның басты қасиеті емес. Дегенмен денсаулығыңызды жақсарту және өзіңізді жақсы сезіну үшін дұрыс тамақтанып, белсенді өмір салтын ұстану маңызды. Егер сізге бұл видео ұнаса, лайк басып каналға жазылып пікір қалдырыңыз. Келесі видеода кездескенше.